Облыс әкімі Асқар Мырзахметов бүгін Алматы қаласындағы Өзбекстан және Тәжікстан Республикасының бас консулдарымен кездесті. Кездесу барысында тараптардың өзара ынтымақтастығы, тығыз қарым-қатынасқа негізделген алдағы жоспарлы жұмыстар арқау болды. Алдымен Өзбекстан Республикасының бас консулы Аброр Фатхуллаевпен кездескен аймақ басшысы екі елдің іскерлік және достық тығыз қарым-қатынасы туралы айтып өтті. Жизақ және Жамбыл облыстарының экономикалық байланысына айрықша тоқталды. Өз сөзінде бас консул екі елдің іскерлік достық байланысын атап өтіп, әріптестік қарым-қатынас алдағы уақытта да нығая түсетініне сенім білдірді. Өзіне жүктелген міндет ретінде осы бағытта аянбай жұмыс жасайтынын жеткізді. Сондай-ақ Жизақ және Жамбыл облыстарының экономикалық байланысына айрықша тоқталды. Ол өңірдегі туризм, экономика, білім, мәдениет салалары аясында қос елдің әріптестік байланыс арттыруға бейіл екенін білдірді. В число моих задач входит... Бұл кездесудегі басты мақсат бауырмалдық байланысты нығайту. Енді Жамбыл облысындағы әр саланы дамыту бойынша екі ел бірлесе жұмыс жасайтын нақты жоспарлар құрылды. Жамбыл облысы ауыл шаруашылығына жақсы ден қойып жатқан белгілі. Бұл бағытта екі жақтың бірлесе жұмыс істеуіне зор септігін тигізеді. Асқар Исабекұлы қонаққа жылы шырай танытып, кез келген бағытта бірлесе жұмыс жасауға, арадағы ынтымақтастықты одан әрі тереңдете түсуге дайын екендігін жеткізді. Сонымен қатар Өзбекстан консулдығының әріптестік байланыс орната отырып, ұтымды ұсыныстарға қолдау болатындығын тілге тиек етті. Өңірдегі өркенді істер мен тарихи тараздың болмысын айшықтайтын баянды бастамалар туралы қонақты хабардар қылған облыс басшысы бұған дейін де бірлескен жемісті жобалар жүзеге асып жатқанын баса айтты. Бұдан соң Тәжікстан Республикасының бас консулымен кездескен облыс әкімі екі тараптың ынтымақтастығын дамыту жолында жергілікті билік қашанда әзір екенін тілге тиек етіп, бірлесе жүзеге асыратын жобаларға барлық қолдаулар болатынын білдірді. Сонымен қатар өңірдегі оң өзгерістер туралы хабарлады. Өз кезегінде бас консулда іскерлік және достық қарым-қатынасын нығайтып, ауыл шаруашылық саласында бірлесе әрекет етіп, табысы тірлік етуге дайын екендіктерін жеткізді. Әсіресе жүзім, дәнді дақылдар, жержаңғақ өсіру бойынша өзара тәжірибе алмасу бағытында жұмыстар жүргізу жоспарланды. Только что состоялось... Жамбыл облысы әкімімен кездесу барысында кәсіпкерлік мәселелер талқыладық. Бұдан бөлек туризм, мәдениет салаларында дамыту жолында бірқатар жоспарлар құрдық. Мен ойлаймын, бұл алға қойған жоспарларымыз екі жақтың қарым-қатынасын нығайтады. Айта кетейік, екі елдің тауар айналымы өткен жылы 700 миллион ақш долларынан асса, алдағы уақытта бұл көрсеткішті 1 миллиард доллардан асыру көзделуде. Нұрлан Әбкәрім, Азат Байтемір, Ж7 Ньюс.